Барлықтарыңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Гүлназ. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қамыры жұп-жұмсақ болып шығатын пирожкилердің рецептісімен бөлісетін боламын. Шұңғыл ыдысымызға жылы сүтімізді құйып, үстіне дрожжымызды салып, тұзымызды және қантымызды салып, барлығын жақсы етіп араластырып аламыз. Менде қышқылдау сүт болғандықтан дрожжымызды аздау салдым. Енді осы сұйықтығымыздың бетін жауып, 10 минутқа демалдыруға жібереміз. Содан кейін үстіне жұмыртқамызды, қаймағымызды салып, жақсылап былғап аламыз. Үстіне електен өткізіп, бірінші бөлікке бөліп, ұнымызды салатын боламыз. Ұнымызды венчиктің немесе шанышқының көмегімен біркелкі болғанша араластырып шығамыз. Қажетті заттардың барлығын толық төменгі описание бөліміне жазып кететін боламын. Содан кейін үстіне 2 ас қасық сұйық майымызды құйып жібереміз. Қалған ұнымыздың барлығын салып жіберіп, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз дайын болды. Енді көтерілгенше жылы жерге 1 сағатқа жіберетін боламыз. Енді салмасына кірісетін боламыз. Мен орам жапырақпен жасайтын болдым. Сіздер өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Видеодағындай етіп, барлығын жұқалап турап аламыз. Және де пиязымызды аршып, жұқалап, турап, дайындап қоямыз. Қызып тұрған пешімізге табамызды қойып, үстіне сұйық майымызды құйып, ол қызғаннан кейін үстіне пиязымызды саламыз. Енді оның үстіне орам жапырағымызды салып, араластырып, бетін жауып, 2-3 минутқа қойып қоямыз. Оның үстіне тұзымызды, бұрышымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Әрі қарай салмамызды әр 3-5 минут сайын араластырып, жақсы етіп, қуырып, бұқтырып аламыз. Салмамыз дайын болғаннан кейін салқын жерге суыға қойып қоямыз. Міне қамырымыз 2-3 есе көтерілді. Енді пирожкиларымызды жасауға кірісеміз. Алдымен қамырымыз жабыспас үшін қолымызды маймен майлап аламыз. Қамырымызды осылай сопақша етіп алып, қолымызбен бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Оқтаудың көмегімен қамырымызды орташа қалыңдықта жайып, салмамызды салатын боламыз. Міне осындай үлкендеу көлемде барлығы 10 данасы шығады. Дайындап болғаннан кейін пирожкиларымызды 15 минутқа көтерілуге қойып қоямыз. Қызып тұрған пешіміздің үстіне табамызды қойып, үстіне сұйық майымызды құйып,
Қызғаннан кейін пирожкиларымызды қуырып бастаймыз. Осылай барлығын қызарғанша толық пісіріп алатын боламыз. Міне біздің пирожкиларымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай үлпілдек, жып-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде осы рецептіме жасап көріңіздер. Егер менің видеом ұнап жатса, каналға тіркеліп, қоңырша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.